Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менде осы Big Bubble сағызы, біздің вкус детства дейді ғой. Кішкентай кезімізде болған еді. Осы сағыз қазір. О, есің күшсін. Так, мендегісі вкусом клубники дейді. Есі прям күшті екен. Есі күшті екен. Осы сағызды шайнап, үлкен бабл жасап көреміз. Бабл деген, яғни шариктер. Мынаның ішінде 1-5 сағыз болады екен. Мынаның ішінде 5 сағыз бар, өздеріңіз білесіздер, біздің кішкентай кезімізде осы сағыз болатын. Қазір осыны баблды шайнап, кейін шарик жасайтын боламыз. Қаншалықты деңгейде шарик шығар екен. Мына сағыз қазір. Кислый, мать. Бар шыққан осы ұлтыр жау. Екіншісін қосамыз. Байда үсті сағыз шайнағанды көріп, қайтып шайнайды екен деп менде ой болатын да. Осы эксперимент жасағым келді. Мынандай шарик шығарғым келіп тұр. Бола ма, бола ма, көрейік. Что-то слишком она не. Тәтті бітетін кисловаты что-то. Үшінші сағыз. Аузым талып кетті уже. Дәу болған сайын жаман көрінеді екен. Болмай жазған. О! Болады екен, қазір көреміз. бұрын дәмі басқаша болушы еді Big Bubble.
Үлкен шай жасаймайын. Аузым талып кетті. Енді тек попытка жасап көрейін. Болса от болмаса қойды. Ура! Мақсатымызға 4 сағызбен жеттік. Жасайын деген адам егер жасайды екен. Эксперимент қызық болған, өзіме жасадым. Келесі видеомызда бізді күтіңіздер. Енді ұлдарымызбен күшті ойындар ойнататын боламыз. Бұл жай ғана менің экспериментім болды. 4 сағыздан үлкен шарик шығара алдым. Келесі видеомызда кездескенше, егер сіздерге ұнаса немесе ұнамаса, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.